Қайырлы күн әріптестер, сіздермен өте қызықты тест туралы айтқым келіп отыр. Керемет, тек қана біз пойнтпен ғана жұмыс істеуді білеміз ғой, көбіне, иә. Енді сіздерге сондай бір керемет ойын түріндегі тестті қалай құрастырамыз, сол туралы көрсеткім келеді. Ол үшін мындай WordWall деген сайтқа кіресіздер, соның бірінші тұрғанын басасыздар. Басқаннан кейін осында терезеше ашылады. Бұл жерде егер регистрация жасалмаған болса, регистрация басқан кезде жоғарыда өзіңіздің Google аккаунтыңыз бойынша соны бассаңыз, сіз былайына осылай тіркеліп қоясыз. Сонан соң қалай құрастырамыз? Ол үшін мынау жаңадан бастауды басасыз. Енді өзіңізге қажеттіні таңдайсыз. Осы жерде кездейсоқ карта, ретімен орналастыру, диаграммамен бар, рас немесе өтірік, ақиқат жалған деп біз ауызшағын айтып өтеміз, соны оқушыларға осылай жазбаша түрінде, яғни тест түрінде берсеңіз болады. Сөз табу, анаграмма ретінде беруге болады. Соның ішінде сіздерде қалай жаңағы мені тестті қалай құрастыру керек, сол түрінде ғана көрсеткім келіп отыр. Кейін мыналарға кейінірек шолып өтеміз. Мысалы, кездейсоқ картаны басайын. Осы жерде сіз жаңағы өзіңіздің қажетті сұрақтарыңызды қойып жасауға болады, немесе қайтадан барып, егер бұл сізге ұнамай қалса, қайтадан барып өзіңізге қалаған таңдасаңыз болады. Осы жерден қазір таңдап көрейік. Мынаны таңдап көрейік, яғни сөз мұнда, сосын мұнда оның жауабы. Мысалы үшін теңдеу деп жазайын. Теңдеу дегеніміз не? Белгісіз, оның негізгі жауабы белгісіз айнымалы. Белгісіз айнымалыны табу деп қояйын. Сосын кемінде 3 болу керек, ол үшін қосуды басасызда. Мысалы үшін алгебралық өрнек деп жазайын. Алгебралық есеп те қойсаңыздар болады. Яғни сіз қандай тест түрінде немесе сұрақ жауап түрінде қойғыңыз келеді. Так, осы жерде құрамында деп жаза салайын. Тағы үшінші, бізге мысалы үшін сандық өрнекті жазайын. Мұнда амалдардан, жақшалардан, сандардан тұрады деп қояйын. Сіздер есеп, теңдеу, функция, яғни кез келген нәрсені қоя беруге болады. Төртінші, мысалы үшін коэффициенттен. Ереже қойғанға да жақсы. Қазақ тілі мұғалімдер үшін өте таптырмас, әдебиет үшін өте таптырмас тест деп білуге болады. Коэффициент әріп алдындағы сан дейін. Енді осыны мысалы жазып біттім, формуламды қойып біттім. Енді сақтаймын. Сақтағаннан соң кішкене загрузка болады. Міне, осы жерден осыны басып құрастыра беруге болады. Мысалы, сандық өрнек, осылай, мысалы осылай болсын. Сосын жауапты жіберу болады. Қайсысы қате, қайсысы дұрыс екенін жіберуге болады. Мысалы, мына жерде ереже. Шатыспас үшін әр нәрсені құрастырғанда атын осылай қойсаңыз дұрыс. Міне қанша секундта жауап бердіңіз және қанша балл алдыңыз нешеуден.
немесе астына осындай неше түрлі суреттер қойсаңыз болады. Мысалы да жаңа жыл келе жатыр, жаңа жылдық белгімен қоюға болады. Міне осылай керемет болып ашылады. Яғни әшейін тез болмайды. Міне осылай әдемі болып жасатуға болады. Қандай әдемі керемет көрінеді. Немесе мынандай орман алқабы. Міне баланың іші пыспайды, өзіңізге де қызық. Міне бұны көбіне биологтар, жартысану солар қолданса керемет болушы ма еді деп, тақырыпқа как раз сай болады. Бар, сіздерге естіле ма білмей тұрмын. Мынаны басу арқылы түрін таңдауға болады. Мына белгіні басу арқылы. Мысалы үшін кітапхана, оқу залы, Міне музыкасын қандай керемет. Міне осылай шығарып береді. Немесе мынаны басу арқылы. Міне барлығы осы. Мысалы үшін әдебиеттерге осының түрін таңдаса болады. Қандай керемет жасалынған. Немесе лабиринт түрінде жасауға болады. Дауыс егер сіздерге естіліп жатырса, жауапты осының арқылы ойын түрінде беруге болады. Мысалы үшін міне құрамында айнымалысы бар. Не деп аталады? Алгебралық өрнекке. Яғни мынаны апаруымыз керек. Кіргізетін есігі бар. Міне. Бірінші бітті. Екінші, бір сарында болмайды анда сабағыңыз сіздің. Екінші, белгісіз айнымалыны табу, ол бізде теңдеуі. Ал енді мұндай екен апару керек. Мынаны ұсталып қалдым. Болды. Ұсталынбайтындай етіп апару керек болған. Осылай, Әне үйшігіне кіргізіп жібердік. Осы сияқты түрімен ойнауға болады. Қанша өмір беруге болады, қиындығы қандай, оңай ма, сол сияқты мына жерден өзіңіз жасап алсаңыз болады. Сөз табу қылып берсеңіз болады. Мысалы мына жерден. Яғни бір сұрақ құрастырып аласыз да, осы ұқсас келетін, яғни мына жерден барлығын көру арқылы түріне қоюға болады. Мысалы, құрамында айнымалысы бар, не деп аталады? Осы жерде сұрақтар тұрады, сіз жауабын іздеуіңіз керек. Мынаның аралығында көздің сақтау жадыларды жақсартады. Мысалы, мына жерден мен өзім таппай тұрмын даже. Алгебралық өрнек. Кетті ме? Қай сұрақтікі, соның үстін басасыз. Келесі, әріп алдындағы сан, коэффициент. Мен соны іздеуім керек. Яғни жай ғана сөз табу бермейді, анаграммары сияқты қылып, осылай жасасаңыз болады. Егер де сізге осы қызықты болатын болса, лайк басып, келесі тағы қайсысын білгіңіз келеді, соны комментарийға қалдырсаңыз болады.